үйдің кенже баласы Дамир. Дамир ұйықтағанды қатты жақсы көреді. Дамир ұйқы бас. Ұйқысынан тұрып, жан-жағына қарап, кешкейін істейтін тірлігім жоқ деп, қайтадан жатып, ұйықтап қалады. Мұнау үйдің ортаншы баласы Қайрат. Қайрат кино көргенді қатты жақсы көреді. Қайрат киноны кинотеатрдан көрмейді. Оның өзінің кино көретін бөлмесі бар. Сол кеткеннен мол кетті. Қайрат, қашын шығасың? 1 жарым сағаттан кейін. Мен ұйықтамайын онда. Ал мынау үйдің үлкен баласы Елдос. Елдос тамақ жегенді қатты ұнатады. Аумен деп орнынан тұрады да, қайтадан қарны ашып, тамақ жеуге отырады. Үшеуі 3 түрлі болғанымен, үшеуінің ұқсайтын бір жері бар. Бір үйдің балалары. Қаштық, келді. Походу келді. Дәуағай келді. Мынау не? Картинкалының қолына түскен. Саған ұқсайды ғой ма? Қолмай. Сен емес па? Мынау походу қымбат картинка сияқты бір. Короче, бүйтеміз. Мына Леонардо да Винчи 1805 жыл айта алмай қалғансың. Ой, өлдіріп тасташы. Сен әкең ол жайлы қоймағансың ба темекіңді? Қойған папа? Қоя бере, папа да! Later, bitches. Не істеп тұрсың? Такси тоқтатып тұрмын. 2 сағат болды тұрғаным, әлі тұрмын. Түн болды дала деген, тоқтамайды ешкім. Есің дұрыс па? Адам деген оң қолмен ұстайды ғой. Енді мен сол ақайым ғой, братан. Жан, қарным аш, кет тамақ істейші. Сен көріп тұрсың ғой, менің қолым бос емес. Лагым кебу керек. Сосын істеймін тамақты. Қаяқта сосын? Жарайды, сен айтып тұршы, мен өзім істеп тұрайын. Жан, ашып болдым, арғары өзің істейсің ба? Жан, мен тырнағым әлі кеткен жоқ. Жан, қуырып болдым, арғары өзің істейсің ба? Жан, мен лагым әлі кеткен жоқ, көріп тұрсың ғой. Өте дәмді болды, жаным, рахмет. Ыдысты жуа салайын десем, тырнағымның быт-шыты шығатын сияқты. Сен жуа саласың ба? Я знаю, какая ты. Ведь между нами столько тайн, я знаю. Сен ба мен бритамдаған? Ана жақта бритам таппай жатырмын мен. Білмеймін, мен аған жоқпын. Бағана, сенің қызың кебеді солаған шығар. Алло, Жан, Нұрдәулет Мирзасы менде қалып кетіпті. Айта салыңызшы. Мен кетіп қойды да. Мұрт.